Қазақ халқын өзге ұлттан даралап тұратын дәстүрдің бірде бірегейі жеті аталық ұстаныммен ұрпақ шежіресі. Жеті ата тәртібі туыстық, ағайындық бірлікті, ынтымақты арттырады. Бастысы, батыс ғалымдары енді ғана дәлелдеп жатқан қан тазалығының кепілі бола алады. Ертеде балаға 7-9 жасынан бастап ата тегін үйрету міндетті болған. Содан да болар ел арасында қанына тартпағанның қары сынсын деген сөз қалыптасқан. Жеті атадан ілгері қыз алысқандар бүгіннен бастап болмауы шарт. Егер олай болса, болғанына көз жетсе, жұбайларды тең бас қылыштамақ керек. Бұл Жәнібек ханның жарлығы. Сол заманда жеті атаға толған күннің өзінде бір ұрудың жастары некелесетін жағдай туса, ұру ақсақалдар боз биені сойдырып, бір пәтуаға келіп, баталасып барып, рұқсат беретін болған. Міне, осылайша жеті атадан 300-ге дейінгі бір тұтас туыстық бітім бірнеше ғасырлар бойы қазақ халқы бір атаның баласы, бір тамырдан тараған деген ұстанымды орнатқан. Жүсіп баласағын, әйел алсаң, 4 ұрудан алыстал. Ол болмаса, ей азамат қалысқал десе, Хакім Абай сыйласарлық тектінің кім танымас нұсқасын деп жеті ата дәстүрінің мәнін ұғындырған. Ағайын арасындағы үзілмес бірлік, бұзылмас тектіліктің негізі болған жеті атаны рет-ретімен дұрыс санаудың да өз жолы бар. Кейбіреулер жаңағы өзінен келесі ұрпаққа қарай санайды, ол дұрыс емес. Мысалы, әке, бала, немере, шөбере, шөпшекті. Бұл енді келесі ұрпақ. Бұл жерде мәселе ұрпақ туралы емес, ата туралы. Яғни, мен, әкем, атам, арғы атам, бабам, түп атам, тек атам деп осылай енді жеті атаға бөлудің жеті атаның. Ал енді менің өзім жөнін айтқанда, әкелерімнің, аталарымның атын айтып шығамын. Мысалы, бір аталарының ішінде, мысалы, Сәрсенбай деген адам болса, сонда мен сенен сұрайым, Сәрсенбай сенің қайсы атаң деп. Сонда сен айтасың, бабам дейсің. Немесе арғы атам десең, немесе түп атам десең, мен нешінші атаң екенін соған қарап біліп отырамын. Қазақ даласында туысына, немесе қан жақындығы бар адамға үйленген жігітті қатаң жазалап, тіпті туған жерінен, елінен алысқа қуып жіберетін заң болған деседі. Бұл да болса, ұлт тазалығы мен саналы ұрпақ тәрбиелеудің қам екені белгілі. Ал енді осы жеті ата не үшін керек болды дегенде, біріншіден қан тазалығы. Екіншіден, жеті атаға дейін адамдар туыс болады бір-бірімен. Егер исламдық ұғым бойынша бір омырау ембесе болды деп, ағасының баласы қарындасының қызын алып жатса, немесе ағайынды екі жігіттің бір-бірімен құда болып жатса, оған енді ислам шариғаты жол береді. Бірақ олай болғанда, мысалы, бұрынғы бабаларымыздың ұғым бойынша ол туыстықтан береке кетеді, елдіктен береке кетеді, елдің іші бүлінеді, ауызбіршілік жойылады деп, бұған жол бермеген. Екінші себебі осы. Сонымен бірге тек қана, мысалы, жеті атаға толдың, енді қыз алыса бер дегенде талапты олай қоймаған. Жеті атаға толып, жеті өзенінен өтіп барып, қыз алысу керек дейді. Туысы бірдің уысы бір. Ғалымдар жеті атаға дейінгі ұрпақ алмасу шамамен 1,5 ғасырға созылатынын дәлелдеп отыр. Ал осы дәстүрді елемеудің салдарынан туындайтын мыңнан аса ауру түрінің бар екендігін ескертіп, дабыл қағуда. Қалай десек те, бабаның өсиеті баланың келешегі үшін екенін ұмытпасақ екен.